Азан KZ ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Ризабек Батталының Имам Тирмизидің Әш-Шамаил әл-Мухаммадия атты кітабы бойынша аудио дәрістер топтамасы. 12-ші дәріс. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ман вала. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла субхана ва тағала баршамыздың жасаған құлшылық ибадаттарымызды, жақсылықтарымызды қабыл етсін. Біз имам Тирмизи рахимахулланың Әш-Шамаил әл-Мухаммадия атты еңбегін бастаған болатынбыз. Бүгін 14-ші тарау пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссаламның сақинаны қай қолына және қай саусағына таққандығы жайлы хадистер келген. Бұған дейін біз алдыңғы дәрісте пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссаламның сақинасы жайлы айтқан болатынбыз. Оның күмістен болғандығы және онда жаңағы үш қатарда Мұхаммад Расул Алла деген жазудың болғандығын ескерген болатынбыз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссаламның түзге, яғни әжетханаға барғанда оны шешіп қалдырып кететіндігінде біз айтып өткен болатынбыз. Және сонымен қатар жаңағы алдыңғы тақырыпта біз сол пайғамбарымыздың жаңағы сақинасының көзі дейміз, біз тасы дейміз, оның сол күмістен, екінші бір хадистерде Хабашстанның эфиопиялық бір металдан жасалғандығын да айтқан болатынбыз. Бүгін енді сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссалам сақинаны қай қолына тақты және қай саусағына деген тақырып. Имам Тирмизи рахимахулла былай дейді: Бабун ма жаа фи анна набия саллаллаху алейхи вассалам кана яхтатиму фи яминихи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссалам сақина таққан кезде оны оң қолына тағатын еді деген тақырыпта келген. Енді осы арада мынадай ғалымдарымыздың арасында көзқарас бар. Біз алдыңғы дәрісте айтқан болатынбыз бұл амалдың, яғни сақинаның сүннат амал екендігіне. Бірақ Ханафи мазхабының ғалымдарында үлкен ғалым немесе сұлтан сияқты деңгейдегі адамдардан басқаларға тағу макрух деп есептелген. Бірақ жалпы басқа ғалымдардың көпшілігінде рұқсат деп қаралған еді. Енді осындай мәселе мынау қай қолына таққандығы туралы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссаламның ғалымдардың арасында қайшылық бар. Біреулері айтты, сол қолға тағуға болмайды, тек оң қолға, сосын хинсир, мына саусаққа тағатын болған пайғамбарымыз. Мына саусақ. Қазір осыған байланысты хадистер келеді, және оны пайғамбарымыз осы саусағына тағатын болған, және оның тасын бұлай айналдырып қоятында деген риуаяты бар. Ал мөр басу керек болған кезде жаңағы сақинасын айналдырып, мөрді басып беретін болған хат жазған кезде. Енді екінші бір риуаят бар, оның жаңағы мына саусаққа таққандығы да. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссалам екі риуаят келген. Біреуі оң қолдың мына саусағына, екіншісі сол қолдың да сол саусағына. Сондықтан ғалымдарымыз айтты, бұл сүннет, кім осы екі қолдың қай саусағына, мына екеуінің қайсысына таққысы келеді ерікті. Бірақ жақсы оң деп есептеген. Бірақ егер біреу сол қолына тағып алған болса, сен хадиске қайшы кеп атсың, сен сүннетке қайшы кеп атсың, сен немесе жаңағы қайтарылған бір істі істеп жатырсың деуге негіз жоқ деп айтады. Сондықтан бірақ жақсы
оң қолдың мына саусағына тағу деп есептеген. Ал егер біреу жаңағы мынау сол қолының мынасына тағып жүрген болса, жаңағы оның жек көріп, оған бір ренішпен қараудың қажеті жоқ. Ол да сүннетте келген амалдардың бірі. Бірақ енді сізден сұраса, оң қолға таққан жақсы ма, сол қолға таққан жақсы ма десе, әлбетте біз айтамыз, оң қолға таққан жақсы дейміз. Ал енді сол қолға тақша не болады десе, еш нәрсе болмайды дейміз. Бірақ істің жақсырағын орындаған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қашанда істің оң жақпен басталғанын қалайтын еді. Сол сияқты жаңағы біз алдыңғы тақырыптарды өттік. Пайғамбарымыздың аяқ киім киген кезде, шалбарын киген кезде, болмаса киімін киген кезде жаңағы әрқашан оң жағымен бастап, сол жағымен аяқтайтын дейді. Мысалы, аяқ киімді кигенде оң жақтан бастап киеміз, шешкенде сол жақтан бірінші шешеміз деген сияқты. Осы негізде біз айтамыз, оң қолға тағу ол жақсырақ деп қарастан. Неге десек, өйткені пайғамбарымыз әрқашан істі оңынан бастауды жақсы көрген еді дейміз. Бірақ сол қолдың мына саусағына тағу ол шариғатымызда тыйым салынбаған. Немесе екі қолыңа да қатар тағып алсаң болады. Ол пайғамбарымыздың таққандығы жөнінде қазір хадистер келеді. Кейін пайғамбарымыздың екі сақинасы болғандығы жөнінде де біз жоғарыда айтып өткен болатынбыз. Оның бірі жаңағы печат басатын, екіншісін пайғамбарымыз тағатын еді деген. Бірде оны жаңағы пайғамбарымыз мөр басып, кейін қойып қоятын еді деген риуаят бар. Бірақ ол сақинаны әр уақытта тағып жүруге болады. Кейін қазір тақырыпта келеді, хадисте тағы бір ескеретін нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан басқа ешкімнің сақинасына Мұхаммад Расулулла деген жазуды жазуға болмайды. Оның Бұхарида келген қазір хадисті біз айтамыз, ол пайғамбарымызға ерекше қатысты болған нәрсе болды. Біз кез келген тасты саламыз, кез келген жазуды жазсақ болады, бірақ именно Мұхаммад Расулулла деген жазуды жазбаймыз. Сондықтан жаңағы біздің сақинамызда Мұхаммад Расулулла деген жазудың болмағаны ол жақсы. Өйткені ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан олай деп жазбаңдар деген хадис келген. Бірінші хадисте былай дейді: Хаддасана Мұхаммад ибн Сахил ибн Аскар әл-Бағдадию ва Абдиллах ибн Абдуррахман қала, екеуі бірдей. حدثنا يحيى ابن حسان حدثنا سليمان ابن بلال عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. علي رضي الله عنه دان келген хадисте Али радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз әрқашан сақинасын оң қолына тағатын еді дейді. Қазір келеді, оң қол деген кезде ол мына саусақ. Екінші хадисте хаддасана Мұхаммад ибн Яхия хаддасана Ахмад ибн Салих хаддасана Абдилла ибн Вахбин ан Сулейман ибн Билалин ан Шарик ибн Абдилла ибн Аби Намрин нахваху. Бұл екі хадисте Али радиаллаху анхудан келген санаты бір мағынада хадис. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сақина таққан кезде оң қолына тағатын еді деп баяндалған еді. Енді біз жаңа жоғарыда айтып өттік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екі сақинасы болған. Сондықтан да екі қолға қатар екі сақина тағып алу ол шариғатымызда қайтарылмаған. Ал енді неге оң жаққа тағуды ескертеміз десек, онда ол оң жақпен бастау жақсырақ іс деп бағаланғандықтан. Енді мынадай Әл-Хафиз Әл-Ғирақи осы пайғамбарымыздың сақинасына байланысты мынадай өлең шумағын келтіреді. Ялбасуху кама рауал Бухарию фи хинсирин яминин ау ясарин. Өлең жолымен айтып жатыр, Бұхарида келген хадистегідей пайғамбарымыз сақинасын тағатын еді, мына саусағына, онына да, солына да деп келеді. Демек, осы өлең шумағында Әл-Хафиз Әл-Ғирақидің сөзінен
Бұхариде пайғамбарымыздың оң қолына және соң қолындағы мына саусағына таққандығы туралы 2 риуаят келген. Килахума фи муслимин, және де осы 2 хадис Муслимде де келген. Ва юджмағу би анна за фи халатайни яқағу. Ал енді осы 2 хадис оң жаққа және сол жаққа деген 2 хадисті біз жинаймыз. Бұл 2 жағдайда да пайғамбарымыздың осы хадисті таққандығын дейді. Ау хатамайни куллу вахидин биядин кама бифассин хабашиин қат варада. Немесе 2 сақинасы болды, екеуін де осы қолға былай тағып алатын еді дейді. Міне осылай пайғамбарымыздың сақинасы және соны тағуға байланысты 3 шумақ өлең жолында негізгі мәселені Хафиз әл-Ғирақи айтып кетті. Сондықтан қортып айтқан кезде сақинаны оң қолдың мына саусағына, сол қолдың мына саусағына тағу ол рұқсат. Келесі хадисте хаддасана Ахмад ибн Маниян хаддасана Язид ибн Харун ан Хаммад ибн Саламата қала раайту ибн Аби Рафиғин ятахаттаму фи яминихи. Ибн Аби Рафиғ дегеннің мен оң қолына сақина таққанын көрдім дейді. Фасаалтуху ан залик. Ол жайында және сұрадым дейді. Яғни сенің оң қолыңа тағуға қандай себеп бар деген. Фақала раайту Абдулла ибн Джафарин яхтатиму фи яминихи. Өйткені Абдулла ибн Джафардың мен оң қолына тағып жүргенін көретін едім дейді. Уақала Абдулла ибн Джафар, ал Абдулла ибн Джафар болса былай дейтін еді. Кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ятахаттаму фи яминихи. Пайғамбарымыз қашанда оң қолына сақина тағатын еді деп келді дейді. حدثنا يحيى ابن موسى حدثنا عبد الله ابن نمير حدثنا إبراهيم ابن فاضل عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عبد الله ابن جعفر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оң қолына сақина тағатын еді деген осы риуаят келеді. جاني حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله دان كلген حديثه پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم في يمينه. پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم يتختم يعني оң қолына сақина тағатын еді деп келеді. келесі бір хадисте حدثنا محمد ابن حميد الرازي حدثنا جرير عن محمد ابن إسحاق عن الصلت ابن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Енді Абдулла ибн Аббастың радиаллаху анхудың әрқашанда оң қолына сақина тағып, оны шешкендігін көрмедік дейді. Өйткені ол кісі айтатын еді, Абдулла ибн Аббас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оң қолына сақина тағып жүретін еді деп келген. حدثنا محمد ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. Омардың баласы Абдулладан келген хадисте Абдулла айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күмістен сақина тағып жүретін еді. وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. және оның мына тасын іш жағына қаратып жүретін еді дейді. Бұл да сүннеттің бір амалы. وَنَقَشَ فِيهِ. және бұған Мұхаммед, Расул, Алла деген 3 қатар сөз жазылып бар. Яғни Алла Мұхаммед, Алланың елшісі деген жазу болатын еді араб тілінде. وَنَهَا أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ. және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа ешкімге бұлай жазып сақина тағудан қайтарған болатын. Яғни сондықтан біздерге Мұхаммед Расулулла деген жазуы бар, сақина тағуға болмайды. Немесе өзіміздің сақинамызды
қашатып оған жазып алуға да болмайды. Енді бұл жерде жаңағы сақинаның тасына, бетіне, яғни жазу жазбау керек деп жатқаны дейді, Мұхаммед Расулулла деп жазуды айтып жатыр дейді. Дәл сондай. Өйткені имам Бухарида мынадай деп келеді, ядуллу аля риуаятул Бухари ан Анас ибн Маликтен келеді, иттахаза Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам хатаман мин фиддатин ва нахаша фихи Мұхаммед Расулулла. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күмістен сақина тақты, және сол сақинаның бетіне Мұхаммед Расулулла деп жазып алатын еді. Уақала инни, және имам Бухарида келген хадис, жақсылап түсініп алайық. Уа инни иттахасту хатаман мин варақин, мен күмістен сақина тақтым. Уа нақашту фихи Мұхаммед Расулулла, және оның бетіне Мұхаммед Алланың елшісі, яғни Мұхаммед Расулулла деп жазып алдым. Фәлә янқушу ақадун аля нақшихи, сондықтан да ешкім бұлай деп нақыш қып жазып алмасын деген екен. Енді бірақ екінші бір риуаят бар, ол Муғаз ибн Жабалдың сақинасы болған екен күмістен, соның бетінде жаңағы Мұхаммед Расулулла деген жазуы болды дейді. Осы хадис негізінде кейбір имамдар ол Мұхаммед Расулулла деген жазуы бар сақинаны тақса ол болады деп есептеген. Бірақ енді оны ғалымдарымыз былай түсіндіреді, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны Мұғазға өзі айтқан болатын еді. Мұғаздан сақинаны көрген кезде, Мұғаз, сен сақинаңа Мұхаммед Алланың елшісі деп жазып алсайшы деп пайғамбар өзі айтқан болатын еді. Сондықтан бұл хадисті ғалымдарымыз айтады, бұл Муғаз ибн Жабалдың өзіне қатысты, сондықтан басқа адамның бұны жасауына жаңағы Бухарида келген хадис негізінде болмайды деп есептеген. Сондықтан ол қандай да бір аят болмаса Мұхаммед деген, Расулулла деген жазуы бар сақина болсын, қандай да бір жаңағы сумка болсын, ол тіпті сотканың жаңа шихолы болсын, онымен әжетханаға кіруге болмайды. Оны естеріңізде сақтаңыз. Ал енді ол телефонның ішіндегі ол жазылған Құран ба, ол аят хадистер, ол басқа нәрсе. Ал енді өйткені бұл жерде бір қатар ғалымдар айтты, яғни желательно болмаған жақсы, яғни жазуы Мұхаммед Расулулла деген. Бірақ енді кейбір ғалымдар айтады, бұл сол пайғамбардың уақытына қатысты болды, бірақ одан кейінгі уақытта жазған Мұхаммед Расулулла деген жазу бар сақина тағу, ол бір қайтарылмаған іс деп қабылданады. Хаддасана, келесі бір хадисте, хаддасана Абдулла ибн Абдуррахман анбаана Мухаммад ибн Иса ва хуа ибн Таббах, хаддасана Аббад ибн Ауамин ан Сағид ибн Аби Ғаруба عن قتادة عن أنس ابن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Анас ибн Маликтен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам он қолына сақина тағатын еді деп келеді. Келесі бір хадисте хаддасана Мухаммед ибн Убайд ал-Мухариби حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. Абдулла ибн Омардан келген хадисте бұл пайғамбарымыз тыйым салғанға дейін пайғамбарымыз негізі жаңағы алтыннан сақина таққан болатын. Факана ялбасу фи яминиhi, және ол алтыннан болған сақинаны пайғамбарымыз оң қолына тағып жүретін еді. Фаттахаза насу хаватима мин захабин. Сол кезде адамдардың бәрі бірдей пайғамбарымызға еліктеп алтыннан сақина таға бастады.
Сол кезде фатарахаху ва қала ла албасуху абадан, пайғамбарымыз лақтырып жіберді де тастады да, мен қайтып бұл алтыннан сақина тақпаймын деді. Фатарахан насу хаватимахум, сөйтіп пайғамбарымыздан көріп адамдардың барлығы да жаңағы алтыннан болған сақиналарын тастады дейді. Енді бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ер адамдарға алтын, жібек харам болмай тұрған кезде ол алтынды пайдаланған. Яғни сақина ретінде, жібектен киім ретінде. Киім барып ер адамдардың алтыннан тағуға, жібектен киім киюге болмайтындығына ескерту келгеннен кейін бұл шариғатта харам болып есептеледі. Сондықтан ол алтыннан болмаса жібектен киім тағуға, киюге болмайды шариғатта. Сондықтан жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ескерту Құдайдан бұйрық келгенге дейін ол алтыннан сақиғана таққандығы осы риуаяттан біз байқаймыз. Бірақ кейін ескерту келгеннен кейін бұны тастағандығын көреміз. Және ла әлбисуху абадан, яғни мен бұны қайтып ешқашан қолыма алмаймын деді. Міне осыдан мүлдем болмайтындығын жаңағы білуге болады. Және екінші бір хадисінде пайғамбарымыз айтады, ахада захабан ва хариран, жаңа қолына бір жібекті, сосын алтынды алды да сақинаны алып айтты дейді. Хазани харамун ала зукуру уммати хиллул инафихим. Мынау менің үмметімнің еркектеріне харам болды да, әйелдеріне халал болды дейді. Сондықтан әйел адамдар ол жібектен киім киіп, жаңағы алтыннан сақина сырға тағына береді. Ал ер адам алтыннан сақина, ол тіпті білезік болсын, мойнына алқа болсын тағуға болмайды. Сондай-ақ жібектен де киім киюге болмайды. Бұған жаңа құмартпау да керек. Өйткені бұл мұсылмандықтың сипаты емес. Міне жалпы осы бүгінгі хадистерде біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы сақинаны оң қолына және хинсыр дейді, мынау ақырынан алдыңғы саусағына таққандығын және арасында оның жаңағы мынау тасы бар жағын ішіне қаратып қойып жүретіндігі де, сондай-ақ сол қолына таққандығы да, сонымен қатар пайғамбарымыздың екі сақинасы болғандығын да, сондықтан бір адамда ғалымдарымыз айтады, бірден көп сақина болу ол шариғатымызда қайтарылмаған істерден болып табылады. Міне біз бұған дейін 13 тарауды өттік. 13 тарауда шамамен 105 хадисті өттік. Осы 105 хадисте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның киімі, жүріс тұрысы, шашын тарауы, одан кейін аяқ киімі, оны қалай киіп шешкендігі туралы баяндалды. Сондықтан иншалла өткен дәрістерді қайталап, бұл өте қасиетті кітап десек болады. Себебі бұл кітаптың ішінде адамзаттың асылы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы сипаты бар, болмысы бар. Сондықтан да біз пайғамбарымызды осы хадисте келген болмысымен, сипаттамасымен тануымыз керек. Өкінішке орай кейде біз өзіміздің пайғамбарымызды танымаймыз. Басқа бір атақты бір әнші, болмаса күйші, болмаса бір жаңағы спорт шеберлерін танып, оның түрі түсіне дейін, киетін киіміне дейін, мінетін машинасына дейін тіпті талдап жіктеп айтып жатады. Мысалы футболистерді, оның ана клубтан қанша миллионға өткені, мына клубтан бәленше миллионға өткені, осынша жаңағы доп кіргізгендігіне дейін жаттап жүрген. Бірақ ұят болады, біз пайғамбарымыздың қандай сақина таққандығы, сақинасының қандай болғандығы, аяқ киім кигендігі, аяқ киім кигендігі қандай болған, шашын қалай тарайтындығы, оны қалай майлайтындығы, көз сүрме оны қалай жағатындығын біз осының барлығын білуіміз керек. Сондықтан құрметті жамағат,
бұл өте маңызды дәріс, себебі біз бұл жерде тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипаттамасын біз айтып жатырмыз. Міне осы 400-ден астам хадис бар, соның біз 100-ін өттік, енді 300-дей алдымызда хадис бар. Сондықтан иншалла дәрістен қалмаңыздар, бұл пайғамбарымыздың сипатын білейік. Алла субхана тағала біздерге осы дүниеде түсімізде пайғамбарды көруде, ақыретте пайғамбармен бірге болуды нәсіп етсін. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля ант, ва настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма инна нас'алука илман нафиға, ва ризқан васиға, ва ғамаlan мутақаббала. Раббана ла тузигh қулубана бa'да из ҳадайтана, ва ҳаб лана мин ладунка рахма, иннака антал ваххаб. Я Раббым Алла тағала біздерге өзіңнің асылда адамзаттың ұлығы болған пайғамбарымызды тануға, сипаттарын білуді я Аллахым біздерге нәсіп ете көр. Қолымыздан келгенше осы адамзаттың ұлығы болған пайғамбарымызға ұқсауды я Аллахым біздерге нәсіп ете көр. Я Раббым Алла тағала ақыретте осы ұлы адаммен бірге болуды баршамызға нәсіп ет. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина ғазабан нар би рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар.